Patong Beach деген жағажай. Міне неше түрлі бізде жоқ дәмдер. Ашып дайындалып жатыр. Бұрқырап иісі. Мен тамақ жей алмай жатырмын. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұйырса Таиланд еліне Пхукет қаласына ұшып бара жатырмыз. Міне біздің состав. Сәлем. Біз қоймаймыз, е? Кішкентай баламен шыға береміз. Түркияға барып келдік. Келгеннен кейін бұдан былай енді кішкентаймен шықпаймыз деп өзімізге уәде бергенбіз, бірақ сөзімізде тұра алмайды екенбіз. Арнаға жазылыңыздар, бұйырса сіздерге де осындай жақсы жаңалықтар жұғысты болсын. Шымкент қаласынан ұшайын деп жатырмыз. Мінекей қаншама адам аэропортта. Таңғы 6-да ұшады бұйырса. 7 сағат ұшады осы қаладан. Скат деген авиакомпания. Бұйырса жақсы кадрлар түсіреміз деп сенудеміз. Жағымыздағы апат-құтқару құралдарымен таныс болыңыздар. Дамы и господа, мы хотели обратить ваше внимание на время спасательного оборудования нашего самолета. Ladies and gentlemen, return to the aircraft safety equipment. Әрбір орындық балны белгілерімен жабдықталған. Перед табалауышының темірішінің басқа доғаныңыз. Көңіл күйі әдеттегідей тамаша. Каждое кресло оборудовано ремнем безопасности. Бұйырса 7 сағат деп жатыр ма? Затяните ремень туго. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Each seat is equipped with seatbelts. The final seatbelt inserts metal end into the buckle. Secure the seatbelt tightly. To unfasten it, lift out the buckle cover. Біздің ұшағымызда Ал бізге түскі ас беріліп жатыр. Қазір көрсетеміз қандай тамақтар екен. Не бар екен ішінде, жан? О, мінекей ішіне құралдары, кетчуп, фрукты, салат, колбаса мен сыр, мынандай тәттілер, конфет, шоколад, 2 қара нан және мынандай кішкентай наны мен мынау шына ыстық тағамдар алып көрейік қандай екен. Мынау тауықпен жасалған палау екен. Мына жағы. Так, осы қызық сияқты жатыр. Қасылмай жатқанына қарағанда. Иә. О, мынау деген нағыз кішкентай балаға беретін не екен, макарон екен. Макарон тауықпен. Ас болсын. Ал біз тамағымызды ішіп болдық. Енді бір 2 сағат шыдасақ бұйырса жетіп қаламыз. Көбіне шыдап азық алды енді. Ендеше біз ұйқыға дайындаламыз. Кішкене ұйықтап тұрмасақ уақыт өтпей жатыр. Міне кішкентайымыз ұйқыға кетті. Мамасы әдем-әдем стористер түсіріп жатыр. Ұйқыға дайындалып отыр ол да. Мен де кішкене ұйықтап тұрамын. Таиландта кездескенше. Аэропорт 32 градуса выше нуля. Для вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах до полной... Самолеттен түсіп келе жатырмыз. Ауа беккен. Өте ылғал және ыстық. Қалай набера? Ощущение? Күшті бұра, теңіздің несі келіп тұр, иісі келіп тұр теңіздің, естілмейді ау деймін, қатты. Ал біз аэропорттың ішіне кірдік. Осындай стойкалар болады, қараңыздар. Көп, міне, ар жақта да бар, бер жақта да көп міне стойкалар. Осы жерде біз визаға не толтырамыз? Анкета толтырамыз. Қайдан келдің, аты жөнің, паспортың. Осының бәрін толтырып болғаннан кейін ар жаққа барып ақшаны ауыстырып, әр адамға $65 шығады виза. Визаны алып қалаға кіреміз. Және батпен ғана қабылдайды. Визаға ақшаны только батпен қабылдайды, сондықтан мына жерде ақшаңызды ауыстырасыз. Қымбат курспен ауыстырады ғой, үшін долларды батқа. Сондай істеп қойған. $250 кетті ғой бізде 3 адамға. Солай достар.
6600 бат алынды бізден. Мына осындай курспен айырбастап берді долларды. Қолымызға мына 48 деген номер беріп қойды. Қазір осында номер бойынша визамызды бұйырса аламыз. Қалай қыздар? Что тез екен бәрі. Көмектесіп жатыр бәрі. Қалаға шыққымыз келіп отыр тезірек. Шыдамыз жетпей жатыр негізі. Багажымызды да алдық. Енді 100% дайымыз, яғни менің қызымыздың коляскасы. Which bus? Selfie. Okay. Thank you very much. Болды, біздің күтіп алатын трансфер компаниямыз келіп тұр екен. Ал біз шықтық отельден. Патонг деген жердеміз. Пляжға баратқанбыз, бірақ тамақ ішкен жоқпыз әлі. Бірінші рет шығуымыз. Осындай бір базар таптық. Базардың тамағын көрсетіп жіберейініз кеп. Міне. Мынандай тағамдар, ет. Бағаларын көріп тұрсыздар. Мынау енді Таиландтың нағыз Таиландтың көшесінің тамағы. О, балықтар. Мына өздерінің қосатын специфический специялары ғой, не болса да. Иіс деген. Мен де айта алмаймын. Мына базардың иісі бар да бір. Өздеріне күш шығар, бірақ что-то маған ұнамай жатыр, шын айтсам. Қалай тамақ жейтінді білмедім. 11 күнге алып алғанбыз ғой еще. Блин. Бір тауық, бір нәрсе дегендерді іздеп көреміз енді. Өзіміз таниды тамақтарды. О, при. Көзің қарасаң кішкене не екен, аппетит. Аппетит қашан екен. Пицца сондай бір нәрсе болмаса енді. Пицца болмаса, әйтпесе кішкене қиындау екен. Халал дейді ғылымда. Халал дейді. Көреміз. Салаттар. Мынаны жаңа түсіру керек видеоға, иә? Алғанымызды көріп тұрмыз. Мынандай ананас алдық, кішкентай. Кішкентай ананас алдық. 2 штукқа 50 бат. Яғни қанша 700 теңге болып шығады. Өте дәмді екен. Біздің мынау Қазақстанда жеп жүрген ананас дәм сәл бөлектеу. Дәм жоқ па или кішкене ащылау ма? Тәтті емес та, мынау прям тәтті екен, күшті, сочный. Фрукт ұнады енді. Тамақтарын пока білмеймін, әлі көрген жоқпыз. Кетіп бара жатырмыз көшеде, қайда баратымыз әлі. Бірінші күн осындай. Тек разведка дейді ғой. Аралап қарап көреміз. Өзіміздің отель жағымызда, жан жағымызда не бар? Пляжға барып көреміз. Одан кейін кішкене жоспар құрып, әдем-әдемді жерлерге шығамыз. Сіздермен бірге болыңыздар. Биос дейма, Toyota'дан көп нәрсе жоқ екен мына жерде. Қандай? Түсініксіз машиналар көп. Isuzu дейді. Негізі Хайс дегендер көп екен. Екінің бірі Хайс. Қазір көрсем. Именно мен айтқанда жүрмей қалды ғой қасынан. Suzuki әне қазір Хайс келді. Бәрі праворулька, движение бар, андай ғой. Наоборот қол үшін. Хайс. Toyota, иә? Көбінесе. Ал енді ең бастысы, иә? Патонг Бич деген жағажай. Салам алейкум. Экскурсия? Не бұл? Ага, жарайды. Okay. Tomorrow maybe. Not today. Thank you very much. Hey, buddy.
Иә, колясканы қалай жүргіземіз? Баламен қыдырған осылай болады. Қазір көтер оламын мен. Мынаны түсірейінші, көрсетейінші. Маған қараңдар. Пляж. Табиғат деген енді керемет. Адамдар осылай отыр. Бұл енді біз білмейміз ғой, енді бірінші біз неміз шыққанымыз далаға. Одан да күшті жерлер бар ғой. Явно бар ғой, енді бұл ең бізге жақын жері пляжда. Қазір суға түсіп көрем. Сосын айтамын ощущениені қандай екен. Суға түсіп шықтым. Супер, су деген керемет болып тұр. Қазір сағат қанша? 8 болып қалды, кажется, кешкі, иә? Бірақ соның өзінде де су деген жып-жылы, әдемі болып тұр екен. Топырағы деген, кәдімгі аяққа деген күшті массаж. Ұнаватыр, впечатление күшті. Так, енді тамақ іздеу керек. Біз желатып тамақ іздеу керек. 7-Eleven деген супермаркет. Бұда енді салқын кондерде сосын не ғой? Тамақтар бұда сухомятка шығар бәрі, е? Жүр пока жүре тұрайықшы, бір кафеге отырып бір дұрысынан бір тамақ жейік, е? Мынандай әдемі көріністер. Көзге массаж ғой бұл деген ше. Фруктың түрлері. 7-Eleven'ға кірдім. Так, не бар екен жейтін қарап алайық. Біз жей алатын тамақтар. Бәрінің бір түрлі истері бар ше. Любой жаңа тамаққа жақындайсың ғой. Өздерінің ерекше приправалар ма? Бүткіл тамаққа қосады ғой, елки. Соның иісі что-то пока дұрыс нетпей жатырмын. Үйрене алмай жатырмын, былай айтқанда. Міне бағалары. Мысалы үшін чипсы Лейс қой, мынау? Басқа тілде жазылған ғой, өздерінің тілдерінде. Лейс қой, явно. В общем, мынандай вкуспен экстра барбекю деген ағылшынша жазған екен. Міне, неше түрлі бізде жоқ дәмдер. Осыны көруге болады. Пішетін бір не керек еді? Сок па? Сондай. Су. Так. Тассай жоқ екен да? Тассай ішкім келіп тұреді. Ладно. Осы жақтан бір әсен манго бір әре деген аласыламыз. В общем, достар, мынандай болады. Мынау чипсы, жаңа мен алған 7-Eleven'нан. Дәмі, иә? Барбекю. Но бірақ, ана өзің жаңа айттың ғой, бір иісі бар, бір приправа деп. Осыған да қосқан ғой даже. Барбекю, но бірақ бар ар жағында ше. В общем, осы приправаға үйренесің, болмаса аш қаласың. Сосын бір нәрсе айтайын дегенім ше, осы бір Таиландтың магазиндерінің бір минустары бар екен. Не жоқ екен, Каспий перевод қабылдамайды екен. Жаман минус. Қараңыздар. Шашлык. По-тайски. Міне осы шашлык дайындалып жатыр. Бұрқырат иісі. Мынандай. Түрін қарасаң, енді деген кәдімгі жеңіліп кетеді ше. Бірақ жақындасаң, білмеймін енді. Дух керек былай айтқанда. Пока рисковать етпейтін сияқты. Өзім ойлағамша андай артық информация ешқандай түсірмей, бір әдем жерлерін көрсетсем ба деп. Бірақ көшемен осылай келе жатырмыз да. Бургер Кинг іздеп жатырмыз қазір. Картамен келе жатырмыз. Соны өзін көрсеткім келіп тұр ғой сіздерге. Атмосферасы күшті екен. Мынандай талдар, мотоциклдар қаншама. Шынымен де көрсететін нәрсе ғой. Қараңыздар, қандай әдемі. Мыналар пальмалар, қазір көрінбей тұр, иә, қараңғы болып. Кокосы тұр ғой үстінде. Қойшы. Көріне ма, көрінбей ма? Жоқ, қалай қатты көрінбейді екен. Мынау тротуар мысалға. Бұлар жүре береді, бұлай да бұлай. Ешқандай заң жоқ сияқты оларға. Мына жағында жолдың бойы. Полный не ғой. Бизнес қойғандай. Сафа, бір түсіреді, в общем. Тамақ, киім кешек бәрі бар.
Опа, топыраққа шығып кеттік. Қызымыз ұйқыны теуіп жатыр. Бізге сол жақсы болып тұр, ұнап тұр. Міне осылай кете береді тек бәрін көрсеткім келеді ғой, бәрін сөйлей бергім келеді. Таптық. Бургер Кинг. Көреміз бұның дәмі қандай екен. Біздікінен айырмашылығы бар ма екен, жоқ па екен. Біз в общем 100 ойланып 100 толғанып жүрміз ғой. Бургер Кингтен де шығып кеттік. Қасында мынандай бар екен. Тағы да бір базар бар екен. Қай жаққа барсаң да осындай базар бір нәрсе далада пісіріп жатыр, қайнатып жатыр, шығырып жатыр. Осындай еді. Мынау шыбындар қонбас деп істеп қойған ғой. Даланың тамақтары ғой. You want more order? Okay, just one more. Yes, I can convert 50 baht. Hello, my friend, привет! Кадила! Күшті, керемет. Керемет, күшті. Спасибо большое, my friend, спасибо большое. Болды. Қазақтарды көрсе орысша сөйлей береді. Қазақша білмейді екен негізі, үйрету керек екен осыларды. Артым не болады өзі? Мынау осылай көрсетіп тұр ғой камера. Дұрыс, мынау негізі мына светтер былай емес қой жанып тұрғандары. Мынандай кола таптық. Дәмі біздікіне ұқсайды. Кел. Соқтырып қояйық, кола болса да. Коланы тапқанға қуанып кеттім ба? Иә, коланың дәмі в принципе біздікі, иә? Фри. Картошка обычная. Бірақ носы бар. Бұл, білем не ол? Қосымша бар, приправасы, иә? Приправа. Қайда барсаңдар осы приправа енді. Амал жоқ, жейтін болды осымен. Міне біздің тамағымыз келіп жатыр. Очень вкусно, тайный, пимента, окей, пи, давай кола, давай пи, бия, окей. Вкусно. Давай, рахмет. Мас болсын деп жатыр ғой, үшін, иә? Өзіңіз көрдіңіз ғой. Так, не бар бізде? Мияқта лапша. Лапша. Тауық етімен деп айттық. Ешқандай морепродукт қоспасын деп. Одан кейін мынау Сарымсақпен нан. чесночный хлеб дейміз ғой енді, сол сарымсақ қосылған нан ғой. Қытырлап. Осы енді біздің тамағымыз, көреміз қазір. Ұнайтын болса, тағы заказ береміз. Болмаса енді осын жеп қайтамыз. Достар, қиын жағдай болып жатыр. Мен тамақ жей алмай жатырмын. Бәрінен бір ерекше бір дәм келеді маған. Приправа, бір қосымша бір, білмеймін, бір шөп па, бұл не ол қосатындары. Мынадан да шығады ол иіс. Мынадан да шығады ол иіс. Мынадан да шығады. Бағана анау сок іштік, бір апельсиновый, одан да шығады ол. Не ол сонда? Апельсиновый соктан жарайды, может ол емес, но что-то тоже бір бандай. Бір не іздеу керек болды, иә? Өзімізді үйренген бір тамақ іздеу керек болды, айтпесе. 11 күн қиын болатын сияқты. Чипсы өзі сондай болды ғой дәмі. Печенье, шоколад, сникерс дегендерді көреміз енді. Походу. Блин.